Сәлем достар. Шымкент қаласы 1 қаңтар 2026 жыл. Баршаңызды жаңа жылмен құттықтаймын. Қазір қала әкімдік алдындағы бас алаңдамыз. Астана алаңы. Қараңыздаршы, биылғы шырша мен декорациялар қандай керемет, нағыз ертегі әлемі. Шырайлы қаламыздың атмосферасы өте ерекше болып тұр. 2026 жыл бәрімізге береке әкелсін. Шымкенттің биылғы сезонда 2025-2026 жылғы басты шыршасы қала үшін ерекше болды. Көптеген жылдардан кейін алғаш рет билік өкілдері экология мен табиғатты таңдап, жасанды конструкциялардан бас тартты. Біздің басты шырша Астана алаңында қалалық әкімдік ғимаратының алдында орнатылған. Түрі ағаш. Биылғы арудың бойы 18 метр болатын табиғи шырша. Ол тамыр жүйесімен және топырағымен бірге жеткізілген. Мереке аяқталған соң, оны қаладағы дендросаябаққа қайтадан отырғызады. Шыршаның ұзындығы шамамен 4 километр болатын жарық гирляндалармен безендірілген. Оның стилін Нью-Йорктегі Рокфеллер орталығындағы танымал шыршаның ықшам дизайнымен салыстыруға болады. Тағы биылғы жылдың бір ерекшелігі бұл Астана алаңында ашық аспан астына мұз айдыны ашылған. Арнайы салқындату жүйесінің арқасында ол тіпті оң температурада да плюс 18 градусқа дейін жұмыс істей береді. Бірақ өкінішке орай ол мұз айдынын мен видеоға түсіре алмадым. Бүлдіршіндерге арналған жарқыраған карусель. Бұл карусельде ертегідегі кейіпкерлер мен аттарға мініп, балалар көңіл көтере алады. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Жаңа ғасыр, жаңа бақыт, жаңа нұр. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Құтты болсын жаңа жыл. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Жаңа ғасыр, жаңа бақыт, жаңа нұр. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Құтты болсын жаңа жыл. Ал мынау ғимарат Жұмат Шанин атындағы Қазақ драма театры. Біздің Шымкент қаламызда болсаңыздар, келіп көрініс көріп кетуге кеңес беремін. Ал бүгінгі менің видеом осымен бітті. Ұнаса лайк басып, коммент қалдырып кетіңіздер. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар достар. Келесі мен видеоларында кездескенше сау болыңыздар.